Қазақ тілі пәні тақырыбы ауызекі және жазбаша сөйлеу. Оқушылар, ауызекі сөйлеу дегеніміз біздің еститін және айтатын сөйлемдерді айтады. Яғни үн арқылы берілетін сөйлеу. Ауызекі сөйлеуді біз күнделікті өмірде, анамызбен сөйлескенде, достарымызбен сөйлескенде ауызекі сөйлеу түрін пайдаланамыз. Жазбаша сөйлеу дегеніміз жазылып берілетін хабарды айтады. Бұл сөйлеудің түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашында адамдар өзінің айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген екен. Оқушылар, енді келесі кезекте бейне жазбаны тоқтатып, дәптерді ашып бүгінгі күнді жазыңдар. Көркем жазу керек екен ұмытпаңдар. 7-ші жаттығу, 7-ші бет. 1-ші тапсырма мәтінді түсініп оқы. 2-ші тапсырма мәтіннің алғашқы бөлігін көшіріп жаз.